Апай, мен жазғы демалыста Алматыға әпкемнің үйіне барамын. Ол салонда жұмыс істейді. Соның қасында жүріп, маникюрсе үйреніп аламын. Ой жиді, оп-оңай екен, оны үйрен сол. Біреудің бетін білдіріп, тырнағын күйдіріп, позор болайын деп тұрсың ғой. Ал мен апай, жаз ой физика мен математика курсына қатысып, білімді жетілдірсем деймін. Мынау таза екен ғой. Адам өз зорға құтылайын деп жүргенде сақты. 9 ай құтылған жетпей ме? Соны айтам. Ал мен апай, Қазақстанның тарихи орындарына аралап саяхатқа шығамын. Ал мен апай, жазда ауылға барамын. Ауылда әжемен сиыр сауып үйренемін. Жомарт, сен осы жазғы демалысыңда не істейсің? Білмеймін, ешқандай жоспар жоқ. Менің жазғы демалысым үнемі көңілсіз өтеді. Бірақ жылда Көңілсіз дей бермей, өзіңде кішкене әрекет етуің керек та. Бұл өмірде әркім өз тыпырлап әрекет етпесе, ешқандай жетістікке жете алмайды. Мысалы, сен айына қанша теңге табасың? Кенжебек не айтып кеттің, мотивациялар ұқсап. Қанша табыс табасың дегеніңіз, мен әлі 4-ші сынып оқимын. Шынымен де жазғы демалысты көңілді өткізу керек. Мысалы, бір күн бойы табиғат аясында қалып қойсаң, адасып. Жомарт, табиғат аясы дейсің бе? Зәуірбек, сен ше, жазға қандай жоспарың бар? Апай, менде жоспар жоқ. Менікі чисто импровизация ғой. Алдымнан келген аперготпен, жанымнан келген баковаймен ұрып құлата берем ғой. Ал артынан келгенде ше? Қош болды, Рошан. Апай, сөзін анығы, мен жазда тренировка істеймін. Папашка айтты, сау оқымай қой деп. Кейін өзім өскенде бокс арқылы спорт университетіне түсіп алған ғой. Мықты болған дұрыс қой, бірақ ақылсыз күшті болу ол қылмысқа алып барады. Сондықтан сабақты да оқу керек. Ал апай, мен жазда әдебиет пен тарихтан қосымша сабақтарға қатысам. Одан бөлек поэзия үйірмесіне барам. Поэзиясына ба? Ай, қиялай, поэзиясына дейді. Қойсаңдаршы, екеуің ақ біттіңдер ғой мазақтап бәрімізді. Өздерің немен айналыспақсыңдар ал? Ешқайда, ары кетсе сентябрьге қарай самалбазарға бар, костюм шалбар алам. Болды ғой? Жарайды балалар, немен айналыссаңдар да, ең бастысы өздеріңе, отбасыларыңа, елге пайдалы іспен айналысыңдар, жарай ма? Ал бүгін соңғы сабақ, алда жазғы демалыс, келесі оқу жылына жақсы күшпен, жақсы көңіл күймен оралыңдар, жарай ма? Зәуірбек аға, телефоннан көріп жіберіңізші, ертең ауа райы қандай болады екен? Ой, уақытым жоқ па жаңағы? Айтасаңыз, ары кетсе 2-ақ минут қой. Ертең күн қатыстық емес, қатты салқын емес, әдем болады. О, таза табиғатқа шығатын ауа райы десеңізші. Солай десек те болады. Зәуірбек аға, осы көрші алмастар отбасымен шөп орымға ауылдарына кетті, Сондай ау, білмедім мен. Үйлерінде ешкім жоқ екен. Солардан қызық, анау табиғатқа шығатын жиптарын қалаға тастап кеткен несі қараусыз? Тастап кетті ме не? Өздері барып, жоқ, өзі олар кетіп қалған ба, жоқ па? Тоқтай тұршы. Қыздар, жігіттер, не ғой? Ертең мектептің ауласында кездесейікші. Зәуірбек, молодец. Табиғатқа шығып бір сергіп қайту керек еді. Уже менің өлең жазбағалыма 3 күн болды. Давайте татаймен папамен бірге барамыз. У него же большой джип. Қойын олайын, сенің папаңмен барып бұлтырғыдай бүйтпе деп тақ. Суға түспей батып кетесің, ағашқа шықпа құлақ баласың деп.
Болт қойыңдаршы. Лучше бір альфа жалдайық. Альфа жалдау? Альфа жалдаудың ең кем дегенде бір 30 мың теңге ғой. Су ғой. Ой, по пути жете аламыз ғой. Не болды барлықтарың шіреніп? Айтып болдыңдар ма? Мен сендердің бір шешімге келмейтіндерін беріп, бәрін чотко ұйымдастырып қойғам. Сендер главное маған сенсеңдерші. Сендердің табиғатқа барып келудегі бүкіл қауіпсіздіктерін мына менің мойнымда ғой. Зәурбек, біздің қауіпсіздігіміздің кепілдігі қайда? Зәурбек аға, қаладан алып шыққан колалар багажникке ма? Иә. Біз супулар түсіре береміз. Не үшін алып шықтың ана ініңден де лишний проблема қылып? Раушан, көліктің бұзылғаннан екеуі ғана кінәлі емес шығар? Не болды сонша? Амаған бәрібір, сендер барлықтарың кінәлісіңдер. Машинаны өзіміз айдап шықпай көреді. Сендер неге келістіңдер, а? Сол еще сен машина емес екен ғой? Еще сен машина емес екен ғой? Қысқасы, құр ұрысқаннан пайда жоқ. Былай жасаймыз. 3-ге бөлінеміз. Бізге көмектесетін адам іздейміз. 1 сағаттан соң дәл осы жерге жиналамыз. Раушан, Дархан, Зәурбек, сендер мына жаққа қарай. Мереке, Қарлығаш, Сұлтан. Ал сендер мына жаққа қарай. Біз Мадияр екеуміз мына жаққа қарай кетеміз. Демек біз Кенжебек екеуміз мына жаққа қарай ма? Жоқ, біз көлікті қарауда осында қаламыз. Карта бойынша жүрсек, былай қарай басақ, 10 минутта машинаға барамыз. Так, былай. Негізі қазір Түркия қатты күшейіп келе жатыр ғой. Ердоған айтыпты ғой, біз қазақ бауырларымызбен біргеміз деп. Я әдем ғой, түркі тілдес елдермен бірігу керекпіз ғой негізі. Түркілер біріксек бізге бүкіл әлем аяқ тартар еді ғой. Жомарт, кардунды әперіп жіберші, мына шашлик түтек бітті ғой. Табиғатқа шығамыз дегенде, ең болмаса шаптанып бір өлең жазам ба деп ойлап едім. Дым шапт келер емес. Демалып болсақ, жүрек көмектесетін адам табылар ма екен жолда? Әне? Кім? Әне келеді. Қайда? Қайдан келе жатыр? Адам Қарлығаш жоқ қой, қане? Келді міне. Қайда? Қайдан келе жатыр? Келді міне ауылға көктем мезгіл. Қызыл жасыл өсіп тұр гүлдеріне бір. Ой, өлең шығаратын уақыт тауыпсың сен де бір. Қарлығаш, дәл бүгін қиялдамай қоя тұршы өтініш. Атамыз көмек іздеп жүргенде. Келді міне ауылға көктем мезгіл. Қызыл жасыл өсіп тұр гүлдеріне бір. Қайдан ғана табиғатқа шықтық екен. Қарным ашып келіп тұр кәмпитегім. Ой, өлең мүлде дұрыс болмай жатыр. Ой, өлең шығаратын. Жүріңдерші кеттік болды. Адам көмек іздейік ертерек. Кенжебек, мен білген Бензема мықты ойыншы болып кететін. Я, күшті, кеше ойында жеңіске жетті ғой. Бірақ Барселонаға обал болды, я. Мүлде жол болмай жатыр ғой. Месси кеткелі өшті ғой. Я, мә, күн жаман ысый бастады, я. Шашликті жеп алайық. Анау сайда өзен бар. Барып суға түсіп қайтайық. Шынымен ба, адасып кетпейміз ба? Жомарт, мен не айтсам істей берсе соны демей. Бопты, көрейік. Жеп алайық енді шашликті. Көмек,
буынға бөліп айтсаң мен сияқты. Сонда қаттырақ естиді ғой, білмейсің бе? Көмектесіңдер! Қайтып айтсақ та естілмейтін сияқты ғой. Біз кімнен қашып келе жатырмыз? Ана жігіттердің өзі қайда? Соға? Дүк түсімсің бермасын. Өзім картан келіп сатасып кеттім ғой. Ема, еще сетті самай тұр яқта. Еще адастық қой. Мә, не үшін адам шошытады? Қап, мә, түсінбе, өнімбе? Ай, бірше, енді артынан ит қуса дарыстан қуса да жүгірмесін бар ғой. Бір дауыс естіп жатыр ше, бір көмек шақыратыр ма? Аяқтан шығып атқан сияқты. Я, дұрыс айтасың. Жүріңдерші. Ата. Мұнда жалғыз өзіңіз не істеп отырсыз талдың түбінде? Мен сендерді күтіп отырмын. Бізге келетініңізді қайдан білесіз? Мен сендердің көліктерің бұзылып, осы жерде көмек іздейтіндеріңді біліп отырмын. Өйткені маған аталарым аян береді. Сендер бір топ бала демалысқа шығып, көліктерің бұзылып, жан-жаққа шашырап жол іздеп жүрсіңдер, солай ма? Мә, саған оңғайдан білесіз? Қазір мен сендерге жолды айтам, ал сендер маған ақша бересіңдер. Жарайды. Жолды тез айтыңыз. Менің қалтамда 1000 теңге бар еді. 1000 теңге? Я. Қой, 1000 теңгеге чупа-чуп салып же. Мен сендерге жолды айтсам, сендер маған қазір аталарынан сұрайшы қанша теңге екен. Так, ал 10 000, 14 000, 14.350 теңге берсеңдер, мен сендерге жолды айтам. Ондай да болады екен ау. Мақұл, сізде Каспий код бар ма? Сізге 14.300 жіберейін. Ей, балам, мен саған жолды көрсетпес бұрын 3 жоқты айтайын. Атта өт жоқ, құста сүт жоқ. Мына менде Каспий код жоқ. Берсең, наличке бер айналайын. Менде бар. Міне, 15 000. 15 000? Сдача керек емес. Ой, сдач и так жоқ. Онда бұлай қыласыңдар. Фальшивка емес пе? Жоқ. Бұлай қыласыңдар. Алға қарай тіке 3 шақырым жүресіңдер де, оңға бұрыласыңдар. Сөйтіп оңға бұрылып, тағы да тіке 3 шақырым жүресіңдер. Сөйтіп сол жерден тура 3 шақырымнан тағы оңға бұрыласыңдар да, тағы тіке 3 шақырым жүресіңдер. Сөйтіп соңғы рет оңға бұрыласыңдар да, тіке 4 шақырым жүресіңдер, алдарыңнан жол шығады. Ой, ата, одан да бірден солға бұрып 1 шақырым жүре салмаймыз ба? Неменеге адамды адастырып тұрсыз? Адасып кетесің ғой. Тура тауып барасың. Мына кісіден жол сұраған бізде ақымақ. Өзімізде жолды тауып аламыз, жүріңдер кеттік. Миды ашпаңдар, Көмектесіңдер! Көмек! Көмек! Көмектесіңдер! Көмектесіңдер! Сендер осында жүр екенсіңдер ғой. Қағаман, Мадияр, сендер ма көмекке шақырып отқан? Біз. Сендер мұнан не істеп жүрсіңдер? Сендер шығыс жаққа барып көмекші іздеулерің керек еді ғой. Ой, бізді әбден қуды, жүгіріп қаштық. Сол қашқан сонша адасып кетті ғой картадан. Жаман қатты қуды ғой. Кім қуды? Не қуды? Ит қуды да басқа не қуады? Жаман да өйт қой. Тістері аузына шығып кеткен ғой. Енді басқа не қуады? Иттен басқа. Сендер неге бізді тегеріп тұрсыңдар? Көрелік өздерін ит қуса. Бопты, аман қалғандарыңа шүкір. Кеттік бәріміз. Жүргізейік.
Кенжебек екеуміз шашликті де жеп қойдық, суға да түсіп алдық. Енді дым болмаған деп ойнап жүрік. Суға түскенімізді қайдам. Жаңбыр жауып кетті ғой. Мен жаурап кеттім. Ағаларымызға обал болды ау. Көмек іздейміз деп адасып кетті ау деймін. Енді аштан аш отыра бермейміз ғой. Түсінетін шығар. Адасса тауып алады ғой. Жас емес қой. Кім білет, айдала ешкім жоқ, еш нәрсеге орнын қалмаса болды. Оларды ойымдама. Осы маңайда жүрген болуы керек. Ары кетсе 2 сағатта кетіп қалады. Айтпақшы, жаңа картаны қайда қойдық? Карта ойнықта көрпешеге барып жатып жанымызға түкіріп қойып. Кеттік. Менің арғарай шамам жоқ. Ассаламағалейкум, қыздарым, балдарым, қалай? Амансыңдар ма? Ассаламағалейкум. Алейкум ассалам, қалайсыңдар? Не қылып жүрсіңдер? Осы маңда айдалада тұрған бір көлік көрдіңдер ме? Жоқ. Сол көлікті өзіміз де іздеп жүрміз. Өзіміздің көлігіміз бұзылып қалды. Жолда да көлікті де іздеп жүрміз. Ата. Ал сіз неге айдалада жалғыз жүрсіз? Сіз не көрерсіз ба? Аталардың глобуды көрер болып істегенін бірінші рет көрдім. Енді қоя береміз. Сабақтан бос кезде осындай тірлікті істей береміз. Сонда сіз студентсіз ба? Қоя берші оны. Ана өзеннің жағасында бір пиццаға заказ берген бір жігіттері бар еді, соны таппай жүрмін де. Қайда екенін білмеймін, сендер де білмейсіңдер оны, көрмедіңдер оны. Қызық адамдар жейтін тамақтарын қаладан өздерімен бірге алып келмей ме? Қоя бер, қайтасың енді. Бізге заказ берсе болды, біз әкеліп бере береміз. Сендерді көргеннен кейін сұрай салдым да. Картадан өзімізді тауып алам ғой. Жақсы аяп, байқаңдар. Абайлап жүріңдер. Тауып алыңдар. Сендер де осында жүр екенсіңдер ғой? Хотя бы көмектесін біреу-міне таптыңдар ма? Иә, бір жолда тамақтасушы көрермен бір кәрі атаны кездестірдік. Қандай ата? Қандай көрер айдалады? Не айтып кеттіңдер? Ой, қысқасы ешкімді кездестірген жоқпыз. Қарлығаш жай қиялдап отыр ғой. Иә, өздеріңше не таптыңдар? Бізде дым жоқ. Көрші алмастар көліктерін айдап кеткен білсе, аямайтын шығар. Сына көмек іздейміз деп өзіміз біз шым-шытырықтан шыға алмай қалдық қой. Қыздар жігіттер маған сет ұстады ғой. Машина мынақта екен. Жүріңдер онда тездетейік. Кенжебек пен Жомарт қорқып үрейленіп отқан шығар. Сол ғой. Кетіп Тоқта, күздер не болды? Күзір шыбын. Ей! Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам ата. Ойбай. Қайсың Кенжебек деген? Мен ата. Сен бе заказ берген пиццаға? Иә ата. Таудың төбесіне шығам деп аңқылдап өліп қалсызадың ба? Ей, сайда отырсаңдар болмай ма, айналайын ау? Кенжебек, сен ба пицца заказ берген? Қашан үлгердің? Мә, пиццаларың. 14.350 теңге. Неке ата 15.000. Статча керек емес. Заш керек емес дейді. Мейлі. Ай, мынандай қымбатқа заказ бергенше бір арзандау бір ыстық тамаққа заказ бермейсіңдер ма? Сорпа ма, пельмен бе бірдеңеге заказ бермейсіңдер ма? Ой, балдарым. Баламысың деген. Мақұл онда жақсы. Ата кетпей тұрып, мұнаны ауысты жібамыз мұны. Мейлі, рахмет айналайды.
Келгеннен кейін, тауға келгеннен кейін лоб ойнамайсыңдар ма карталарыңды сендердің, Не ойнап жатсыңдар өздерің? Кәне? Ойнаңдаршы көрейін. Жүріңдерші кәне. Жүр. Басшы кәне. Жүрші. Бас. Тұзды бер. Ойна беріңдер сөйтіп. Ертерек қайтыңдар. Күн кеш болмай тұрған кезде. Жақсы мақұланды. Ойбай. Ұзақ қой мына жерлерің. Ойбай. Өкпем өшіп кетізді ғой. Ау жерден. Мә, қыздар, жігіттер, мен қорқа бастадым. Мә, Кенжебек пен Жомарт екеуін жалғыз алдырып кеттік қой. Екеуін бірге алып кете салмыз керек еді ше. Болды, қорықпаңдар. Главный трассаға 20 минут қалды ғой. Көлік жүрмесе жүрмей кетсінші. Главный Кенжебектеріміз аман болсыншы. Қарындары ашқан шығар. Әйтеуір бір нәрсеге ұрынып қалмаса болды. Мә, қорқып жатырмын. Жүріңдерші, тезірек барайықшы. Тезірек барайықшы. Жомарт, ағаларымыздың келетін уақыты болып қалды. Оталдыршы көлікті. Біз себестейін салып қойдың. Қазір оталдыр. Кенжебек, мұны қалай түсінеміз? Машина оталып кетті ғой. Жома, қысқашы бұлай. Есіңде мен саған жазғы каникулды қалай өткізесің дегенім? Мен жазғы демалыста бір күн бойы табиғатта қалып қойсам дедім. Содан кейін мен жайлап ағамды табиғатқа шығуға көріндірдім. Ең алдымен табиғатқа жетіп алу керек болды. Қаладан шығарда көліктің бір свечейін суырып қойдым. Ол самамен осы таудың етегіне жеткенде өшетінін білдім. Сен жаңа ағаларымыздың келетті уақыты болып қалдың дедің ғой. Кел не болсын, кел не шығарсың. Бірақ ағаларымыз сен адастырып жерген жоқ шығарсың енді. Ол жағы бұлай болды. Не қылды, өттің ма? Өткен жоқпын. Әділ отқан жоқ сияқты ғой іште. Бірден жіберді ғой. Жігіттер, анда не болып отыр? Кастинг болып жатыр, соған қатысуға келгенбіз. Түсінікті. Сіздер өттіңіздер ме? Жоғы, әділетсіз отыр ғой іште. Өткен жоқпыз. Содан кейін ғой настроение жоқ отырмыз. Онда мен сіздерге бір айтарым бар. Сөйтіп, кастингтен өте алмай актерларға ақшасын беріп, біз екеуміз демалысымызды жақсы өткізіп болғанша, ағаларымызды жолдан адастыра тұратын актерлар жалдадым. Базар жоқ, сен өзімен сыныптасымсың ба? Әлде өзге планеталысың ба? Қазір олар келеді. Біздің аман-есен отырғанымызды көріп, қатты қуанады. Ал көліктің өзімен өзі жүріп кеткенін көріп, екі есе қуанады. Сонымен үйге қайтамыз. Шашлик жедік, волейбол ойнадық, суға түстік. Кенжегі Жомарт, аман екенсіңдер. Біз сендер тастап кеткеніміз үшін кешіріңдер, жарай ма? Таптық қой ақыры. Қыздар, жігіттер, біз қаладан пицца алып шыққан жоқ еді қой. Зәурбек аға, Қарлығашқа айтыңызшы. Алып шықтық қой қаладан. Я, Қарлығаш алып шықтық қой, қиялдана бермесейші. Қыздар, жігіттер, машина оталып кетті. Ой, Сұлтан, машинаны қалай оталдырдың? Ой, папа машина жөндеп жатқан кезде бір рет қарағанға шұқылап шығып тауып алдым. Болып кетті, қайтайық ертерек. Базар жоқ, Кенжебек. Я қоямын.